1940 жылдың маусымында Париж нацистік Германияға үнсіз тізе бүкті. Елисей алаңында үш түсті тудың орнына свастика желбіреп, неміс етіктерінің түсірі қала көшелерін жаңғырттырды. Бірінші дүниежүзілік соғыста Германияны тас-талқан еткен айбарлы ұлт небәрі 6 аптаның ішінде күйреп тынды. Танктер жасқа шашыланған көшелермен асыр салып бара жатқанда, басқыншыларға қарсы ең қауіпті қарсылық ошағы әскерден немесе элитадан емес, Париждің жезөкшелер үйінен басталады деп ешкім ойламаған еді. Пегале ауданында әдеттегідей қызыл шамдар жағылды. Сыртынан қарағанда өмір бір қалыпты жалғасып жатқандай көрінетін. Ол кезде Парижде мыңдаған жезөкше жұмыс істеді. Олар Монмартрда, Мареде, Сена өзенінің жағасында және үлкен бульварлардың бойында шашыраңқы болды. Бұл әйелдер қоғамның шетінде өмір сүрді, еленбеді, сотталды және жұмыстан шығарылды. Қоғам шеттеткен, тағдыр тәлкегіне түскен бұл әйелдер нацистер келгенде қиын таңдаудың алдында қалды. Не қорғансыз қаңғып кету, не аман қалу үшін жауға қызмет ету. Неміс офицерлері Париждегі жезөкшелер үйін өздерінің көңіл көтеретін баспанасына айналдырды. Жеңіске мас болған олар шектен тыс ішіп, әйелдердің көзінше еркін сөйлей бастады. Олар бұл әйелдерді адам деп санамағандықтан, қастарында отырып әскер қозғалысы, қару-жарақ қоймалары мен болашақ операциялар туралы құпияларды жайып салды. Олар ең қауіпті тыңдаушының алдында отырғанын сезбеді. Мұның бәрін 47 жастағы Марта Ричард бақылап отырды. Оның өткені қаланың өзі сияқты күрделі болды. Соғысқа дейін ол жезөкше болған. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол Францияның тыңшысы қызметін атқарды. Ол адамдарды, құпияны және билікті түсінді. Және ол жабық бөлмедегі мас офицердің ұрыс таласындағы кез келген сарбазға қарағанда немқұрайлы болуы мүмкін екенін түсінді. Ол жезөкшелер үйіне клиент ретінде емес, стратег ретінде кірді. Клише бульварындағы бір мекемеде ол бірнеше әйелмен бірге отырып ашық сөйлесті. Оның айтуынша қарсылық әлі де әлсіз. Қару-жарақ тапшы, ал ашық шабуылдар суицидке әкеледі. Бірақ немістердің әлсіз жері бар. Олар жезөкшелерді қорқыту былай тұрсын, адам ретінде көрмеді. Бұл менсінбе олардың әлсіздігі болды. Әйелдер оны мұқият тыңдады. Олар қандай қауіп бар екенін білді. Бұл жаңалық азаптау мен өлімді білдірді. Бірақ олардың әрқайсысы бұған дейін бір нәрседен айырылып үлгерді, яғни күйеуінен. Жақындары жер аударылды, ағасы өлтірілді, әкесі өлім жазасына кесілді. Марта оларды қарапайым тапсырмадан бастауды өтінді. Олардың есімдерін, орналасқан жерін, күндерін есте сақтау, ешқашан тікелей сұрақтар қоймау, ешқашан шын есімді айтпау. Ол ұсақ түйектер мыңдаған адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін екенін түсіндірді. Бірнеше апта ішінде Марта Париж бойынша ондаған әйелді жалдады. Оларды мұқият таңдады. Неміс тілінде сөйлейтін, карталарды оқи алатын, қысым мен егжей-тегжейлерді есте сақтай алатын әйелдер. Түнде офицерлер кеткеннен кейін әйелдер естігендерін нанға, киімге, немесе кітаптарға жасырылған қағаз қиындыларына жазды. Кір жуатын әйелдер еленбейтін және күмәнсіз жезөкшелер үйінен жезөкшелер үйіне хабарламалар жеткізетін курьерлерге айналды. Марта 11-ші округте құпия бөлме құрды. Онда ақпаратты неміс оккупациясының тірі картасына жинады. Ол негізгі жезөкшелер үйлерін қызыл түйреуіштермен белгіледі. Сфинкс, Шабане, жоғары лауазымды офицерлер жиі баратын 1-2 жезөкше үйі. Менилмонтанттағы наубайхананың астында ол әйелдерді қатарларды тануға, жағымпаздық арқылы ақпарат алуға және офицерлер ұйықтап жатқанда құжаттарды суретке түсіру үшін жасырын камераларды пайдалануға үйретті. Бұл желінің алғашқы үлкен жетістігі. 1940 жылдың қыркүйегінде Селесте есімді әйел Париждің айналасындағы неміс оқ-дәрі қоймаларын көрсететін карталарды суретке түсірген кезде болды. Марта. Бұл ақпаратты шифрланған түрде мемлекеттік кәсіпорынның агенті Фрэнсис Сатил арқылы британдық барлауға берді. Лондон бұған күмәнмен қарады. Өйткені жезөкшелер тымшылық жасау мүмкін емес болып көрінді. Бірақ бірнеше аптадан кейін британдық бомбалаушылар анықталған 6 қойманы жойған кезде олардың растығына күмән болмады. Осы сәттен бастап операция тез кеңейді. 1942 жылға қарай әйелдер Париж, Лион және Марсельдегі ондаған жезөкшелер үйінде жұмыс істеді. Олар тыйым салуды азайту үшін алкогольді коктейльдерді, портфельдерге қол жеткізу үшін ұйықтататын таблеткаларды және камераларды жасыру үшін жасырын бөлімдерді пайдаланды. Лондонға ақпарат тұрақты түрде келіп тұрды. Әскерлердің шығыс майданға қарай жылжуы, жеткізу маршруттары және стратегиялық алдау. Кейбір есептер одақтастардың бомбалауына және неміс конвойларының диверсиясына тікелей ықпал етті.
Осылайша әйелдер офицерлерді үнсіз жойып отырды. Сусындармен уланып өлгендер де көп болды. Басқалары жалған жазатайым оқиғалардан қаза тапты. Жалпы алғанда, әйелдер желісінің қызметі нәтижесінде 400-ге жуық нацистік офицерлердің көзі жойылды. Осы жезөкше үйлердің бірінде Лизет есімді бойжеткен жұмыс істеді. Ол үшін бұл соғыс тек оккупация емес, жеке трагедия еді. Оның сүйіктісі, суретші, әрі қарсыласу қозғалысының мүшесі Адриан соғыстың алғашқы күндерінде хабарсыз кеткен. Лизет әр түнде неміс офицерлерінің алдында еріксіз күлімсіреп тұрғанда, жүрегі Адрианды іздеп, әр келіншектің артынан есік ашылған сайын, бұл соңғы түн болса екен деп тілейтін. Марта. Ричард оның бойындағы осы өшпес кек пен жаралы махаббатты көрді. Лизет, сенің көз жасың оларды жеңе алмайды, бірақ сенің үнсіздігін оларды жоя алады, деді Марта. Осылайша, Лизет пен оның құрбылары бал тұзағының ең өткір қанжарына айналды. Лизет өзіне бекітілген неміс майорының мастығын пайдаланып, оның портфеліндегі құжаттарды түн ортасында суретке түсіретін. Қолдары дірілдеп демі тарылса да, ол көз алдына Адрианның бейнесін келтіріп бойын жинайтын. Бұл тек тыңшылық емес, бұл оның махаббат үшін жасаған қасиетті кек еді. 1943 жылдың қатал қысында желінің ішіне қауіп төнді. Гестапо Лизеттің бөлмесінен жасырын камераны тауып алды. Оны сүйреп алып бара жатқанда, ол соңғы рет өзінің терезесіне қарады. Ол жақта бір кездері Адриан салған аяқталмаған сурет тұрған еді. Гестапоның суық камерасында оны апталап азаптады. «Кімге жұмыс істейсің? Есімдерді ата!» деп айғайлаған тергеушінің даусы пас қабырғаларды жаңғырды. Бірақ Лизет үнсіз еді. Ол азаптан емес. Егер тіс жармаса, жүздеген құрбысы мен Адриан сияқты еркіндікті аңсаған жандардың аман қалатынын ойлап шыдады. Ол өлімді құшақтар алдында ғана еріндерімен сүйіктісінің есімін сыбырлады. Лизет ешкімді сатпады. Оның үнсіздігі 150-ден астам тыңшыны ажалдан арашалап қалды. 1944 жылдың тамызында Париж көшелерінде шампан атылып, халық жеңісті тойлады. Бірақ бұл мерекеде Лизет пен оның серіктестеріне орын болмады. Француз қоғамы кәнін сатқандардың елді қалай құтқарғанын есіне алғысы келмеді. Оларды ешкім шеруге шақырмады, кеуделеріне медаль тақпады. Арада жылдар өтіп, Марта Ричард жезөкшелер иін жабатын заң шығарғанда, ол осы әйелдердің тағдырын соғыстың соңғы лас парағымен бірге жұлып тастағысы келгендей еді. Бірақ тарих бәрін есіне сақтады. Бүгінде Париждің тар көшелерімен жүріп өткенде, ескі ғимараттардың қабырғасынан соғыс кезіндегі әйелдердің нәзік иісуі мен соңғы деміндегі сыбыры естілетіндей. Олардың махаббаты мен қасіреті жеңіс туының жібегіне өріліп кеткен еді. Өйткені нағыз ерлік форма кимейді. Ол жаралы жүректің ішінде өмір сүреді.